Сәлем баршаңызға, менің сүйікті көрермендерім. Каналыма қош келдіңіздер. Подписаться кнопкасын басып, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен, тума-туысқандарыңызбен осы видеомен бөлісуге болады. Міне бүгін сіздермен бірге карась балығын 3 түрлі әдіспен қуырып көрсетемін. Қараңыздар, соңына дейін көріңіздер. Міне 2 килодай балық, сыртын тазалап, жуып, пышақпен бөлшектеп кесіп, ыдысымызға салқын суды құйып, тұзды салып, бір жарты сағатқа қоямыз. Тұз сүңген балық пісіргенде дәмді болып шығады. Және де міне икрасы, экранында пленкасын тазартып, сыртындағы тұзды салып қоямыз. Тоже тұз сіңіп тұру керек. Міне жарты сағат өтті, судан бөлек алып алдық. Енді осы балығымызды маринадтап қоямыз. 2 үлкен қасықпен майонез, 1 кішкене қасық тұз, дәмдеуіштерімізді қосып жатырмыз. Кетчуп салып жатырмын. Неге десеңіз, менде чеснокым болмай қалды да, чеснок қосқан тіпті жақсы қыздар. Балығымыз жегенде дәмі, чесноктың дәмі сіңіп, күшті тәтті болып шығады. Міне жарты сағат қоямыз. Енді икрамызды әзірлейік. 1 кішкене қасықпен тұз салдық. Одан кейін 1 штук жұмыртқа. Міне енді жарты стакан сүт. 3 үлкен қасықтай ұн. Кішкене құймалжында болу керек. Енді бір ыдысқа ұн салып, міне 2 балығымызды бөлек ұнға былғап қоямыз. Енді сұйық соусымызды жасап атырық. 1 жұмыртқа, кішкене сүт, кішкене ұн. Міне осы сұйық соусымызға 2 штук балықты батырып қоямыз. Сосын қуырамыз майға бәрін. Енді 3 штук қалды менде. Оны форманы майлап, фольга төсеп, міне 3 штук балығымызды осы духовкаға қуырып көрсетемін. Ортасына бияз салып жібердім. Неге десеңіз, дәмі шықсын, күшті, тәтті, дәмді болады. 180 градуста 25 минутта пісіп шығады. Міне майымыз қайнап тұр, духовкада пісіп жатыр балығымыз. Ұнға ораған балығымыз мынау 2 штук. Балықты жұмасына 2 рет жеп тұру керек. Адамның ағзасына пайдасы көп. Йод, магний, фосфор, омега-3, витаминдер көп. Зрениеге жақсы. Міне мынау сұйық соусқа батырып қойған балығымызды пісіріп жатырмыз. Енді екінші. Міне бәрі әзір. Енді котлетімізді қуырамыз. Үшеуі де жақсы. Неге десеңіз, әркімнің денсаулығы әртүрлі. Біреу майға қуырғанды жақсы көреді. Енді біреулері майға қуырған балықты жей алмайды. Сондықтан да өз қалауларыңыз білсін. Әркімнің денсаулығы әртүрлі. Міне духовкаға пісірген керемет түсін қараңыздаршы міне. Міне осы менің видеома қарап, қайсысы ұнайды, соны пісіріп беріңіздер өз отбасыларыңызға.